Ассаламу алейкум, эфирде нетиже программасы студияда сізлер үшін Эльмаз Асан Чалыша. Анда Украинаның Русияге қаршы давасыны бақмаға ақлары олғаныны қабыл еттілер. Москва бұны шикает етмеге тырышқан еді. Бөле даванин Украина январының 2017 сенесінде шықты. Украина Milli Meclis ішіні ғайрыдан тіклемеге талап еті еді. Бұдан ғайры Қырымда олған адалетсізлікні тоқтатмаға чағырды. Ама Русия өз қаршылығыны білдірді. Олған вазиетіні Бірлешкен Миллетлерінің тешкілаты чезмеге керек. Вегагада бұл даваны бақачақ олалар. Росія перше буде відповідати за порушення міжнародного права і за порушення прав людини. Це перше в історії, коли вони будуть за це відповідати. Яким чином? Вони будуть відповідати в суді по всім фактам і по всім нашим звинуваченням, які представлені в Українському меморандумі, включаючи MH17. Халқара қанунларыны еріне кетірмек ве Русияны блок етмек. Бөле чығышлар пайтақта олып, кечкен саммитте янғырады. Қырымда олып кечкен вақайларға желп етмек үшін айры бір панель тәшкіл етілді. Чығышта Қырым татар халқы лидері ве Мejlis рейсі Рифат Чубаров болындылар. Тәфсилатлы және бетеке левхамызда. Репрессиялар, тақып етувлер, инсанларның хырсызланувлары, тәвқифлері, виапсының узун мудетлері – бұ ишғал етілген Қырым. Ярымадада олған дешетли вақалар ақында Авропа парламенты темсилчелеріне дүнияға Кремльнің сабық саяси мәбуслері оларақ белі олған Мejlis рейсінің муавины Ахтем Чийгоз ве Владимир Балух анлаттылар. Доки в нас є окуповані території, цей фонд заручників, він не зменшується, а він залишається там, розумієте. Вони відверто посміхаються, бо насправді банківська система працює, порти працюють, торгівля йде з ними. І якогось справжнього тиску там не відчувається. Це завжди болить. Қырым татарларының evlerinde тентувлер ве тәвқифлер бұ инсанларны қорқузып, оларны Қырымдан чықырмақ үшін япыла, деп Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев анлата. Бұны репрессиялар, де Кремльнің гизли весеқалары таздықлай. Репрессии, грубейшие нарушения прав человека в автономной республике Крым, в оккупированном Крыму, идут с нарастающими темпами. Сейчас состояние значительно хуже, чем уже даже было в прошлом году. Об этом красноречиво говорит один из документов, перехваченных нами, очень секретный документ. Это письмо Федеральной службы безопасности Крыма своему начальству. Так вот, там есть такие слова. Планом предусмотрена активизация деятельности радикально настроенных крымских татарам патриотических организаций. Это значит натравливание русских фашистов, есть такие фашистские организации, на крымских татар. Ишғал етілген топрақлар ве қанунсыз тәвқиф етілген инсанларының қайтармақ үшін Авропа топлылығы бірлешіп, Украинаға фаль сурете қол тұтмалы. Русияны халқара қайделерні еріне кетірмеге мечбур етмек үшін екені ел оның изоляциясыдыр. Біріншіден Малиеви ве иқтисади тарафларда. Русиянен тыджарет тоқтамайынже ода арсыз ве тыджавузджи олур. Такие проекты, как Северный поток-2, он жизненно необходим. Ты не просто удивляешься. Ты не знаешь, как докричаться до всех вас, что эта нефть и газ, она пропитана кровью безвинных, убитых тысяч и тысяч. Что вы финансируете, снова платите, чтобы они имели деньги дальше нас убивать. Milli Mejlis рейсі Рифат Чубаров Русия инсан ақлары бойынша ичбір қарар еріне кетірмеген ақында хатырлатты. Ишғалден башлап Қырымға ичбір мониторинг миссиясыны керсетмеділер. Русия сия Қырым русларға етолғаны ақында фікірні тарқата. Оның үшін Авропа саясетчілерінен Қырымда чешит түрлі тедберлерні кечере. Российская Федерация каждый день пытается закрепить представление в мире, как будто бы Крым это уже ее земля. И вот я смотрю, кто сегодня будет пытаться в Симферополе убеждать в этом мир.
Ян Черногорский, Словацкая республика. Словакия член Европейского Союза, это бывший премьер-министр Словакии. Форумның иштиракчыларының талап еткенлеріне көре бөйлеш бірліклер қанунсыз. Украина озу Русияны еніп оламас. Олар Авропа ортақларының ярдымға чағырып, Русияге да чоқ басқы көстірмеге талап етелер. Тек бөйле етіп, Украина топрақларының бүтінлігіні қайтармақ мүмкін. Виктория Козуб, Виктория Бойко, Али Каримов, Заман, АТР. Бекленілмеген мұсафірлер Қырым сатқынлары Прагада кечірілген ресми көрішуге дәвет етмеділер. Мұсафірлер арасында Сейтумер Неметулаевнан келіні Тамиланы да шақырмадылар. Бұқанда Чехия меркезі каналына мемлекетінің президенті Милош Земан білдірді. Оның сөзлеріне көре Чехияның 101 елығына бағышланған тедбірге оғарби Украинадан русинлері дәвет еткен еді. Олар есе айле азаларының еріне маргинал Қырым бірлігінің темсілжелеріні кетірділер. Hatırlatamız, октябрьдің 28-інде ичтимаяғыларда Неметулаевның келіні Тамила Чехия президентінен берабер фотосы пейда oldu. Қырымда олып кечкен вақайларға кечеміз. Қырымда демір yol кассаларында қанусыз шекілде Русиядан Ақярға ве Ақмесжитке билетлеріні сатмаға башладылар. Ялтаға сақты халқара форумға Түркиядан Путиннің достлары келділер. Қырымда олып кечкен дегер вақайлар ақында невбеті келіп қамызда сейреті білесіңіз. Универсель Генчинск районның сабых елбашчысы Украинаға хайнлик япқан Сейтумер Неметулаевның савдашыдар. Әкебін 14 февраль айында о бұтын дүния Қырым татарларны сөзде референдумға кетіп, Қырымның илхағына рейбермеге тәшвиқ етеді. Ишғалны о Путинның мераметі олар ақыдландырып, ярымадада Қырым татарларның сөзде яқшы яшайыш ақында қычыра. Озу есе Анкарада яшап, анда Қырым татар дернеклерінің Сахте Федерациясының башында тура. Ишғал етілген Қырымға елда ең чоқ уч керек келе. Туневын меселя Ялтада сөзде халқара форумын изиялет етті. Мында Ливадия сарайына ишғал желерінде 5-ші сефер Путинның ең яқын арқадашлары ве Қырымның илхағына қол тұтқанларыны чағыра. Они выделяли 30 миллионов евро на то, чтобы на работу, связанную с внесением в раскола и созданием какой-то колонны крымских татар в Турции, в диаспоре, чтобы поддержку вот этой вот аннексии, о признании Крыма российской территории. Но результатов особых мы не видим. Вот это вот универсель и еще несколько человек, и больше никого там нет. Эти люди, как правило, не появляются среди крымско-татарского сообщества в Турции. Они в основном с россиянами приезжают в Крым, постоянной охраны российской. Санкт-Петербургтан ишғал етілген Ақмесжитке 44 саат ішінде барып етмек. Ишғал етілген Қырымның бұтын демір yol қасаларында Москваға ве Санкт-Петербурға билетлеріні сатмаға башладылар. Декабрьнің 23-інде Керчь көпірі бойы бірінші трен кечедек. О Санкт-Петербургтан ишғал етілген Ақярға yol алажақ. Саятчылар yolda аман-аман 2 күн болуны билетлерге есе 3000 рубле масраф етежеклер. Ләкин атта бұ фиятқа билетні сатын алмақ қиын екен. Оларны тарқатқан сайт енді ақсамаға башлады. Атта Русия Думасының депутаты Андрей Козенко өз билетіні сатын алмақ үшін демир yol қасасына кетмек мәжбүр еді. Очень символично, что они один из поездов назвали номером, да, который когда-то ходил на Киев. Кто бы что ни говорил, что это билеты, там, что РЖД к этому не имеет отношения, билеты такие же самые, как продаются по всей России. Facebook ичтимайяғы базарларының сабық незаречісі шымды есе Ақмесжитнің ишғалжи башы Елена Проценканың сайфесіні йоқ етті. Бұ ақта Ақмесжитнің сөзде ерлі мемориетнің қызметі білдірді. Бұндан ғайры Facebookта сөзде меморның сайфесіні йоқ етуінің себебіні айтмағанларына шикайет еттілер. Шымды ишғал етілген Қырымның ең яқшы хакерлері Елена Проценканы Америка ичтимайяғына қайтармаға тырыша. Татьяна Сулей, Заман, АТР. Ялталы группа денелген фигурантлар махкемеде сонки сөзінен чықышта бұлындылар. Отырышы Ростовтаки Арби махкемеде кече. Сөз құсысан сияси мабус Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Эмирусин Куку, Вадим Сирук, Арсен Джипаров ве Рифат Алимов ақында кете. Оларны терроризмде қабатлап ишғалжи прокурор. Умумен алғанда оларға 100 еліні тешкил еткен апыс жезасы берілгенini талап етті. Адвокат ве сияси мабуслер қарарына чықарылмасыны беклейлер.
особо не сможет уменьшить, даже если хочет. Увеличить есть такая тенденция, что суд еще добавляют год-два за прошлого, но как бы добавлять это уже больше некуда. За особо еще более количеством жертв, да, там, с обстрелом сотрудников следственных органов, реально сроки даже меньше, чем допросили нам. Нам уже запросили больше. Как я сказал, что вождям фашистской Германии там по 10 лет давали, 11, 12. Bu hafta içinde belli olmagan pranker, Joker içtimai ağlarda deputatlar arasında mektupleşuvunu derç etti. Erkun deputatlarga kompromatlar tapılaydı. Kim bu pranker belli değil. Bu iş hatta kanun korucularga tuştu. Siyasi neticelerini bizim muhbirimiz Yelena Stetsuk bile. Що не тиждень, то халепа. Эрафта яны беля. Кавга сияси элитанын язышмалары себебінден юз берді. Шымды популяр телеграм-каналлары тәжіплендере біле. Базы депутатлар өз-өзіні мысқылап, құртары болды. Базылары есе жазаға ауғырай біле. Не япаджақсын мына бұ смартфонда девлет. Бұ афта ненен шашырғаныны келін избирабер хатырлайық. Вибитий зуб та синці на обличчі. Урып сындырган тишлер, весе рынтылар. Украинлер президент офисының yolbaşçысы Андрей Богдан бу фото чакарганы чуна чувлана. Оны базар куну пайлашы, базар ыртысы куну есе Богданга дунья суаль пейда олды. Кутлеви хабер васталарында санки Андрей Богдан Украина телекесізлік хизметнын башы Иван Баканов иле котеклешті деп малюмат тарқатылған. Оны президент офисінде редеткенлеріне бақмадан Богдан сияси янгыны көріклемеге естеді. Президент офисы башының яны қияфеті базыларыны күлдірді, башқаларыны есе ачувландырды. Санкедерсін депутатқа келешмей. Телеграмда бу тешвеқатлар деп язмаға башладылар, ләкин кімнің тешвеқатлары? Політичний бомонд цього тижня сколихнув новий персонаж. Укум сүрген табақаны бу афта Джокер оларақ белі олған яны персонаж сарсытты. Халық депутатларының сырларыны ачыққан қараманның атта оз телеграм-каналы бар. Украинлер Богдан Яременконың язышывындан сон тек өзуне келді. О қавғаны хатырлайсызмы? Яременко журналистлеріні де қорқутмаға тырышты. Оприлюднення листування є кримінальним злочином. І той, хто зробив це звідти, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я просто нагадую про закон і мораль. Так от, цей Джокер переконує... Демек Джокер айтқанына көре, о баш прокуроры Руслан Рябошапка адындан Яременко еле қонушып депутатны апайындан ве президенттен афу сұрамаға чақырды. От евсені дінледі. Бұндан ғары комитетнің башы вазифесінден чақаруға аризаны язды. Ләкин шымділік әм юқары шуранын башы әмді фракциясы индемей. Ще один Джокер-скандал стався із депутатом Миколою Тищенко. Дабыр Джокер қавғасы депутат Николай Тищенко еле юз берді. Баш прокурор сымасындан язған Джокерге депутат ағыр тақдерінден ағланды. Юқары шурада не қадар ағыр чалышқаны ақында анлатты. Бұндан ғайры Шақаджи Тищенкодан Слуга народа фракциясында қошмау демелер ақында малюматны алмаға тырышып, она о қадар ачық пара бермемеге тавсие етті. Тищенко есе алынты кетірем тактиканы Нештырмеге ишандырды. Озу депутат дыч бұрызатлар бермей. Оның фракция савдашы Александр Дубинский сиячувланып, Тыщенканы полиграфтан кечмеге чағыра. Эта переписка и это заявление должно стать основанием для еще одного уголовного дела. Вот будь любезен, сам на полиграф, сам на уголовное расследование, сам на допрос. І от вишенька на торті цього тижня – бійка посадовців. Ве бу автада ен парлак вака депутатларның көте гыдыр. Оны біз чоқтан кормедік. Радикаль фырқасының лидері Олег Ляшко сырыштынларда Борисполь авалиманына келіп, анда Слуга народу фракциясындан Андрей Герус иле көтеклешті. Оны Ляшко вип-терминалының ресми әйетлер салонында санки тестадуфин раст келді. Баш радикал Геруска Русияден электрик энергиясының теслиматларына yol açқан канунға түзетме япқаны үшін қабатлады. Ойсе Ляшкоға живап оларақ, о Ахметов бизнесіні қорчалай деп айтты. Бойлелекнен көтек башланды. Полиция жинай дава açты, көтекнен видео сиенді бір қач бин лайк топлады. Буда тек саясетчінің ресми сайфесінде. Кілька тисяч лайків. І це лише на офіційній сторінці політика. Ахметов, ні, ти купуєш, Ахметов, руками, руки забереш ти. І ти
Отсюда. Я сказав, іди із зода, ти за народні гроші ходиш по зоду. Келечек авта депутатларның яны утырышулары кечежек ве кабул этелген канун лихалардан гайры олардан яны сюрпризлерны беклейміз. Слуга народа фракциясында энди Керчек баш прокурорны Джокерден насыл фарк этмек мумкун деп тушунелер. Бундан гайры о фырканын умуми язышмасына кире биле. Студентлерінің эллерінен ишлеп чықарылған феслер ве бұнен берабер чалғы санаты бойынша лекция Шевченко адына университетінде студентлер үшін махсус мастер-класс кечірілді. Қырым-татар тілі ве медениет күнлері университет бинасында насыл қайт етілгені ақында Виктория Козубның левхасында икея етілі. Көресіңіз біраз бошлық халыды. Кене оны тікмек керек. Анладыңыз? Böyle boşluk olmasın. Адым-адым Шевченко адына Киев Милли университетінің студентлері фест топламаға огренелер. Оджалар дерс девамында тавсейлер беріп, милли нағыш хуссетлеріні анлата. На цьому фесті є у нас орнаменти, бадем, міндаль. Це символ дівчини. Ось сьогодні ми збирали без орнаменту, тому що навчала я їх саме, як збирати цей фест. Це нас зближує, тому що це цікаво спочатку, да? Тому що на початку людина, коли щось бачить, їй цікаво, як це, чому це, навіщо. Оджалар ве студентлер те Кырым татар тілінде лаф етелер. Bundan гайры ширлер оқуй ве Кырым татар ерларыны ижра етелер. Bayram erkun olsun, kalbimde yaşasın, yareler kivaneler çalsın, halkımız şıdırsın. Студентлерге Кырым татар санатының хуссиетлеріні көстермек үшін мында музыка Джемиль Кариковны давет етелер. О Академии Кырым татар музыка алеті бағлама еле келді. О насыл янгыраханыны студентлерге көстерді. Прозвучали и крымско-татарские идяки, и наши народные песни. А искусство — это в определенной степени отображение жизни, реальности. И когда, слушая те или иные образцы, которые были написаны в 17, 18, 19 веке, в начале 20 века, конечно, мы можем понять и почувствовать и ту эпоху, и те настроения, которые существовали в обществе. Шымда Кырым татар тілі ве әдебияты бөлігінде 50-ге якын студент оқый. Ләкин оджалар радсызлана. Бу ел аз студент оқымаға кергені үшін бөлікні қапата білелер. У нас не было ни одного года, чтобы у нас там было всего лишь 2 студента или не было абсолютно никакого набора. У нас обогатилась очень наша библиотека. Наши преподаватели работают над учебными пособиями, именно адаптированными для студентов, которые не являются носителями языка. Кырым Мухтар Джумхуриетінде Украина президентінің даими темсилчisi Антон Кореневич радсызланмақ керекми деп білдірді. Университетінің проректоры Владимир Бугров иле курушты. Оның айтқанына көре, Кырым татар тілі бөлігінің қапатмасы ақында лав кетмей, оны тек яқшылаштырмаға тырышачақлар. В кінці цього року закривається відповідна програма, оскільки сплив час її дії. Це абсолютно нормальна процедура. На заміну програмі, яка закривається 17-го року, діє нова така сама програма «Кримсько-татарська мова і література», яка є чинною і продовжуватиме діяти. Тедбир Кырым татар тілі ве медениеті күніне бағышланған. Оны әр ел кечіріп, Кырым татар тілі бөлігіні açılған сон әнді 5-ші сефер қайдетелер. Виктория Козуб, Асан Иминов, Заман, АТР. Бұл сонки хаберіміз еді. Сізге ей ратлық күнлеріні тілейміз. АТР елі